жасанды интеллект адам миының көшірмесі. Қазіргі кезде оны қолданудың көптеген салалары бар. Соның ішінде ауыл шаруашылығы, өндірісте, білім беруде жасанды интеллекттен не сұраған дұрыс, түсіндіруді, ойын ойнауды, қандай сөздер қолданған дұрыс, анықта, тізім жаса, дәлел, қорытынды жаса, себебін сұрау. Маған түсіндір, яғни жасанды интеллектте сіздің рөліңіз 10 жасар бала секілді, 10-шы сынып оқушысы секілді, анық, кең, ерекше, мұғалім ретінде, яғни жасанды интеллекттің рөлін айту. Мұғалімсің, ғалымсың, суретшісің, оқушысың. Мен бүгін сіздерге жасанды интеллекттің мүмкіндіктері туралы айтып өтетін боламын. ChatGPT дегеніміз не? ChatGPT деген бағдарлама. Ол сіздің уақытыңызды үнемдейтін бағдарлама. Ол сіздің кез келген сұрағыңызға жауап бере алады. ChatGPT-дің қолынан не келеді? Сіздің кез келген сұрағыңызға жауап бере алады. Мысалы, және эссені шығарманы жазып бере алады екен. Мысалы, математикалық теңдеулерді шеше алады. Біз осы сайтты басамыз. Осы теңдеуді жаздым. X азайту 45 тең 60 азайтуға 8. Және мен осы отправить батырмасын басамын. Міне біздің бағдарламамыз теңдеуімізді шешіп берді. Енді бізде PaletteFM бағдарламасы. PaletteFM бағдарламасы ақ-қара түсті фотосуреттерді негізделген фотосуретке немесе түрлі түсті фотосуретке бояп беретін бағдарлама. Ол сіздің уақытыңызды үнемдейді. Ол жылдам бояп, уақытпен күшті үнемдейді. Ал енді сайтты ашып көрейік. Енді мен осы батырманы басамын. Мен осы фотосуретті алайын. Міне, біздің бағдарламамыз ақ-қара фотосуретті негізделген фотосуретке бояп берді. Бағдарламамыз Хана бағдарламасы. Ол бағдарламада бір қылқалам арқылы фотосуреттегі кез келген нысанды немесе адамды өшіріп тастауға болатын бағдарлама. Ал енді мен осы сайтты басамын. Диагностик батырмасын басамын. Менде берілген осы сурет, мен құстарды алып тастаймын. Міне, менің алғашқы суретімде құстар болған еді, ал қазір өшіріліп қалды. Ал енді бізде келесі бағдарлама Freeson Brain. Бұл бағдарламамыз бізге суретіміз салып береді. Яғни, бұл нейрондық желіде сурет салатын бағдарлама. Енді мен кішкентай мысық жұлдыз фонында планета мен галактика аниме стилінде деп жаздым. Мысалы, мен кішкентай мысық жұлдыз стилі бойынша деп жазып едім, міне маған суретімді салып берді. Біздің келесі бағдарламамыз Library Gymnastic. Ол бағдарлама кітапханалардың асыл кітапханасы. Оның ішінен 2,5 миллион кітапты тегін оқуға және пайдалануға болады. Өзіме ұнайтын Абай жолы романын жаздым. Енді мен осы батырманы басамын. Міне, бізде Абай жолы романының кез келген кітабын алып оқуға болады. Қорыта келе, жасанды интеллект әлемге төңкеріс алып келетін сала деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.